Саламатсыздарбы, құрметті 3-ші сыныптың оқушылары, мен бүгін сіздерге 3-ші сыныптың математика сабағынан 28-ші сабақпен таныстырып, соған сәйкес есептердің шығарту жолдарын түсіндіріп көрсетіп беретін боламын. Бұл жерде сен мүмкіндіктер тармағын құратын боласың дейді, яғни мына жерде түсіндіріп берген, соны көріп қарап танысып алсаңдар болады. Келесі, бірінші сызбадан таңдау тәсілін пайдаланып, өзің жазған балаларды орындыққа орналастыру нұсқасын тап дейді. Яғни мына жерде әрбір оқушының атын бас әрпін жазған НМТС деген. Яғни бірінші тәсіл, екінші тәсіл, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші деп осындай тармақтармен, яғни мүмкіндіктер тармағын қолданып көрсетіп шыққан. Келесі, мына жерде мүмкіндіктер тармағын әртүрлі орналастыруға болады. Дәптердің мүмкіндіктер тармағын сал және толтыр деп тұр. Бұл жерде толтырып шығамыз мына МСТН деген, яғни осы төрт атаумен мына жерде қолданамыз. Яғни СТН деп қарастырсақ, мына жерде ТСН деп қарастыруға болады. Мына жерде СТНМ, мына жерде НТМ деп қарастыруға болады. Мына жерге ТСМН деп қарастыруға болады. Мына жерге ТМСН деп қарастыруға болады. Мына жерде НСТМ, мына жерге МТСМ деп алуға болады деген сөз. Яғни осындай нұсқаларды қарастыруға болады. Өте көп нұсқалары бар. Келесі, сызбадан төмендегі орналастыру мүмкіндіктерін тауып, қызыл түспен қоршап шық дейді. Яғни жаңағылардың ішінен осыған ұқсайтындар болса деп тұр ғой. МНСТ деп шықты ма сондай сендерден? МНСТ мына жерге қойсақ болады. Келесі, С-дан басталатын мынау СТМН деп мына жаққа, СНМТ деп мына жаққа қоюға болады деген сөз ғой. Келесі, 2, 7, 9 цифрларын пайдаланып, қанша екі таңбалы әртүрлі сан құрастыруға болады. Бұл сандар цифрлар қайталануы мүмкін. Бұл сандарда цифрлар қайталануы мүмкін. Ал қараймыз. Мүмкін нұсқаларды таңда. 27, 72, 92, 27, 79, 97 деген әлі жазылған жоқ. 27 жазылды, 27 екі рет болып қалыпты. Демек 29 мына біреуінде. Енді қайталануға тура келеді мына жерде. 27 болып қалады. 79-да 72-де жазылды. Енді 70 қайтадан тағы қайталануға тура келеді. 72, 97. Яғни қайталанатын сандар мына қатарда жазылды. Демек, негізі 6 ғана сан шығуы мүмкін екен. Одан көбейетін болса, уже қайталанатын сандар шығады екен. Келесі, мүмкіндіктер тармағын сызбасын құру, бірліктер, ондықтар. Қандай сандар болады бұл жерде? Айтылған сандарды мына жерге жазып шығамыз. Қандай цифрлар берілді, сол цифрларын теріп шығамыз. 3, 2, 7, 9 деген осы 3 санды жазамыз. Келесі 2 мен 7, 2 мен 9. Тағы қандай сан бар бұл жерде? Яғни бізде осы 3 мүмкіншілік бар, 27, 29. Келесі бір сан қайталанып тұр бұл жерде. Мына жерде 72 мен 79. Мына жерде 92 мен 97 деген сан болады. Қалған біреу қайталанады. Мына жерге 7 деп жазуға болады. Мына жерге
9 деп жазуға болады, мына жерге 2 деп жазуға болады дегендей нұсқалар қарастырылады ғой. Келесі есептерді шығар дейді. АБ кесіндісінің ұзындығы 5 см-ге, ал СД кесіндісі 25 см-ге тең. Қай кесінді қайсысынан қанша есе ұзын? Яғни АБ кесіндісі СД кесіндісінен кіші. Қаншаға кіші? Қанша есе кіші деп тұр? Үлкені 25, яғни СД кесіндісі болып тұр. Оны 5-ке бөлеміз кішісіне. Сонда 5 есе деп жазамыз. Түсінікті ғой. СД 5 есе үлкен АБ кесіндісінен, немесе АБ кесіндісі СД кесіндісінен 5 есе кіші деп қарастыруға болады. АБ кесіндісінің ұзындығы 5 см, ал СД кесіндісі 25 см-ге тең. СД кесіндісі АБ кесіндісінен неше сантиметрге ұзын? Демек 25-тен азайтамыз 5-те. Есе десе бөлу көбейту орындалады. Неше сантиметрге ұзын немесе қысқа десе онда қосу азайту орындалады. Демек бұл жерде 20 сантиметрге ұзын. Бір сөреде 5 кітап, ал басқа сөреде одан 4 есе артық кітап бар. Екі сөреде барлығы неше кітап бар? Біріншіде 5 бар екен, екіншісінде ол 5-тен 4 есе көп екен. Демек 5-ті 4-ке көбейтеміз. 20 шығады, оған 5-ті қосамыз, 25. Жалпы сұрап тұрған сұрақтың жауабы 25 деген жауап шығады. Түсінікті болса, келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма есепте дейді. Яғни жай ғана есептеу берілген. 8 дециметр квадратқа 49 дециметр квадратты қосамыз, 57 дециметр квадрат. 9 сантиметр 4-ке көбейтеміз, 36 сантиметр квадрат. 40 метр квадратты 5-ке бөлеміз, ол кезде шығады 40-ты 5-ке бөлсек 8 метр квадрат. 500 сантиметр квадраттан азайтамыз 235 сантиметрді. Бұл жерде соңғы 5-пен аяқталады, одан алдым. Яғни жеткіліксіз болып тұр, 9 6-мен аяқталады. Одан алдым негізі 4 болып, 4-тен 2 265 сантиметр квадрат деген жауап шығады. Келесі, балалар әлемі дүкеннің бір бөлімінде тоқылған заттар сатылады. Қара, жасыл, көк байлар, көк, ақ тақиялар және сары, қызыл, сары қолғаптар. 3 заттан тұратын неше жиынтық жасауға болады? Мүмкіндіктер тармағын сызып, алынған нәтижелерді салыстырыңдар дейді. Мүмкіндіктер тармағын сызу үшін 1, 2, 3 затты аламыз. Әрбіреуінде тағы 2-2-ден осындай нұсқалар қарастырылады. Қолғап, яғни қара, өте көп болып кетеді. Ой, бұл жерде қараға қанша нұсқа болу керек? Қолғаптар қызыл, сары және сары дейді. Тақиялар ақ және сары тақиялар. Дүкенде бір бөлімде тоқылған заттар қара, жасыл, көк бөкей байлар екен. Бұл жерде мынау, сонда 2 бұл жерде, мынада 2, мынау 1. Демек қайтадан қарастырамыз. 2-де 2 1 болып тұр. Мына қарамен қара және оған көкті қосуға болады, және оған көк ақ тақиялар. Көк тақия кет, енді сары, көк ақ, мынау 3 болып тұр ғой. 1, 2, 3, мынау 2, 1 болып тұр. Мына жалғыз өзі болып тұр. Демек, мына жерде 3 бар. Қарастырамыз. Қызыл, көк, одан кейін қызғылт, сары. Бірінші нұсқа. Келесі қызыл, ақ, қызғылт, сары. Келесі қызыл, сары, қызғылт, сары. Яғни 3 нұсқа шықты. Келесі жасыл, көк, қызғылт, сары, жасыл, ақ, қызғылт, сары,
жасыл, сары, қызғылт, сары. Одан кейінгісі 3-3-тен 6 нұсқа екен. Енді айтылғаннан бойынша біз орналастырып шығуымыз керек нені? Жаңа айтылған бойынша 1, 2, 3, әрбіреуінде 1, 3-тен қызыл, қызыл, көк, қызғылт, сары, қызыл, көк, қызғылт, сары, қызыл, сары, мына жерде ақ екен, ақ, мынау сары, қызыл, сары, қызғылт, сары болады. Тағы 3 нұсқасы бар, мынау жасылға тиісті, оны да мына жақтан қарастырамыз. Жасыл, көк, қызғылт, сары, жасыл, ақ, қызғылт, сары. Тағы біреу бар, жасыл, сары, қызғылт, сары деп осындай 6 нұсқаны қарастыруға болады екен. 6. Келесі тапсырма. Кесте бойынша есепте құраса болады шығар дейді. Тауарлар, яғни берілген тауарларды есептеп шығамыз. Біріншісі 9 теңгеден 45 теңгеге зат сатып алыпты. Біреуінің құны 45 теңге. Демек 45-ті бөлеміз 9-ға. Сонда не шығады? Мына жерде қанша дана екені шығады? Ол 5 дана. Демек мына жерде 5 дана екен. Келесі 6 теңгеден көбейтеміз 5 данасын. Сонда қанша болады? 30 теңге болады. Жалпы 30 теңге. Мына жерде формуласы берілген, сол формулаға тиісті болып тұр ғой. 8 дана 40 теңгеге зат сатып алыпты. Демек 40-ты бөлеміз 8-ге тең болады 5. Мына жерде 5 теңгеден сатып алған болады. Келесі тапсырма. Барлық заттың құнын білу үшін бір заттың қанша теңге екенін оның құнына көбейту керек. Барлық заттыкін білу үшін сол туралы кішкене мәлімет берілген мына жерде. Соны оқып танысып алсаңдар болады. Келесі тиімді тәсілмен есепте дейді. Тиімді тәсіл туралы бір кішкене түсіндіріп өтейін. Яғни біз қосқан кезде бізге оңай, яғни таныс, жеңіл, келесі санды қосқан кезде тағы да оңайырақ болатындай бір әдісті қолдануымыз керек. Мысалы 5-ке 95 қосам 100 шығады. 100-ге 39 қосам 139 деп аламын. Түсінікті ғой. 6 мен 94-ті қосам 100 болады, оған 98 қосам 198, яғни ауызша есептеуге болады. 205 пен 295-ті қосам 500 болады, оған 199 қоссам 699 болады. Мына екеуін қосамын 700 шығады. 700-ге 198 қосам 898 шығады. Енді 105-ке 195-ті қосам 300 шығады, оған 599 қоссам 899 деп қарастырылады. Мына екеуін қосамыз, яғни 600 болады. 600-ге 298 қоссақ 898 деген жауап алынады. Түсінікті ғой. Келесі тапсырма. Сыныпта 29 оқушы бар. Олар хауызға және сурет үйірмесіне барады. 16 оқушы хауызға да сурет үйірмесіне де барады. 3-еуі тек сурет үйірмесіне, ал 5-еуі тек хауызға барады. Қанша оқушы хауызға да сурет үйірмесіне де бармайды? Барлығы 29 оқушы. 29 оқушы болса, біреуіне де бармайтын оқушыларды анықтау үшін біз не істейміз? 29 азайған 5 оқушы хауызға барады екен. Тек хауызға баратын 5-ті азайтып тастаймыз. Яғни хауызға баратын, екеуіне де баратын және сурет үйірмесіне баратындан жазып шығамыз. Қосылған 3 тең 29 азайған 5-ке 16-ны қоссақ 21, оған 3-ті қоссақ 24. 29-дан 24-ті азайтсақ 5. Демек, екеуіне де бармайтын 5 оқушы бар екен. Яғни 5-еуі тек қана хауызға барады. Негізі 21 оқушы хауызға барады. Соның 16-сы хауызға да сурет үйірмесіне де барады. Ал тек 3 оқушы суретке барады. Жалпы былайынан қарайтын болсақ 19 оқушы 6 мен 3 қосылады. Жалпы қарасақ, мына жақта 21 оқушы деп қарастырылады. Түсінікті ғой. Екеуіне де бармайтындар 5-еу екен.